сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз көгермен. Көгерменнің ем болатын аурулары және қолданылуы. Біріншісі, өкпе туберкулезінің қызбасына, түнгі суық терге, жас баланың жазда қызуына. Көгермен 10 грамм, алақат қабығы 10 грамм, сарана 15 грамм суға қайнатып ішеді. Екіншісі, мұрыннан қан ағуға, жас көгерменді жаншып шырынын ішеді, немесе жымы 10 грамм, шикі дихуаң 10 грамм, удан қабығынан 4,5 грамм суға қайнатып ішеді. Үшіншісі, ара шаққанда, тері қотырына, жара шыққанда көгерменнің лайықты мөлшерде алып суға қайнатып ауырған жерді жуады. Төртіншісі, ала қоңызды жеп уланғанда көгерменнен 10 граммды суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері 3-10 грамм. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.